Мысық пен тышқандар. Қырғыз халық ертегісі. Ертеде бір мысық болыпты. Сол мысықтың жасы келіп, тышқан аулауға халі қалмапты. Сонда ол тышқандарға бітімге келу ұсынысын жасайды. «Қымбаттыларым менің», деді мысық кішіпейілдік танытып. «Мен қартайдым. Егер сендердің алдарында күнәм болса, кешірерсіңдер. Бір-бірімізге жауыздық жасамай, бейбіт өмір сүрейік. Бүгінгі күннен бастап мен сендерге тиіспеймін. Ал сендер күніне 3 рет маған барлықтарың кезек-кезекпен келіп, қалымды сұрап тұруға уәде беріңдер», дейді мысық. Тышқандар мысықтың сөзіне сенеді. Сол күннен бастап тышқандар күн сайын мысыққа 3 мәрте келіп, қатар-қатар тұрып жағдайларын сұрап тұратын. Мысық көзін сығырайтып, барлық тышқандарды өзінің жанынан өткізіп отыратын. Бірақ ең соңғысын байқатпай, табанымен басып жеп қояды. Осылай күніне 3 тышқан жеп, мысық риза болатын. Бір күні тышқандардың арасындағы 2 ақылдысы, біреуі шылық мұрын, екіншісі бұлық мұрын, тышқандардың азайып қалғанын байқады. Сонда олар мысық қудың алдап жүргенін түсінді. Келесі жолы мысыққа барғанда жасар әрекеттерін ойластырып, шылық мұрын тышқандардың ең алдында бірінші болып баратын болады да, ал бұлық мұрын ең артында жүрмекші болады. Сөйтіп, мысықтан өте бере бір-бірін шақырып тұру керек деген шешімге келеді. Дәл солай жасайды. Тышқандар мысық алдынан өтіп бара жатқан кезде, шылық мұрын, бұлық мұрын қайдасың деп айқайлайды. «Мен мұндамын, бәріміз аман саумыз», деген жауап естіледі. Енді мысық бірде-бір тышқанды жей алмады. Күндер жалғасып жатты. Бір жолы ашыққан мысық шылық мұрынға шабуыл жасады. Бірақ шапшаң тышқан сытылып шығып, ініне тығылып үлгерді. Осылайша тышқандардың бәрі мысықтың алдамшы екеніне көздері жетіп, оған келмейтін болды. Гүрілдеп келген жаудан күлімдеп келген қас жаман дейді. Арнаға тіркеліп, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.